Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қарбызды банкада жабатын боламыз. Қыстың уақытысында жаңа піскен қарбыз жегендей боласыздар. Өте керемет болып шығады. Және де бізге 2 лимон қажет, 5-6 штук жалбыз, шекер қажет. Осы заттардың барлығын дайындап аламыз. Қарбызды бірінші жуып тазалап сүртіп аламыз. Сосын қарбыздың бас жағын кесіп тастаймыз. Бізге бас жағы қажет емес. Міне осылай. Енді қарбыздың өзін дөңгелектеп, айналдыра кесіп шығамыз. Енді кесіп алған қарбызды тіліктеп кесеміз, банкаға сиятындай етіп. Және де сыртындағы қабығын кесіп алып тастаймыз, бізге қажет емес. Барлығын осылай кесіп дайындап шығамыз. Банкымызды да алдын ала жуып тазалап, булап аламыз. Міне, қарбыздың барлығын тазалап кесіп алдық. Енді келесі кезекте де лимонды да дөңгелектеп, тіліктеп кесіп шығамыз. Міне, лимон дайын болды. Жалбызды жуып тазалап алып келдік. Енді буланған банкаға 2 штук жалбызды саламыз. Және лимон тілігін саламыз. Енді үстіне қарбыз салып шығамыз. Лимон саламыз. Үш-төрт тілім лимон тілігін салып шығамыз. Қарбызды салып шығамыз осылай нығыздап. Міне, орналастырып болдық қарбыздың барлығын. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Бастапқы кезде жай-жайдан құямыз, банкыны жылытып аламыз. Бірден құймаңыздар, сынып кетпесін банкілеріңіз. Міне, құйдық. Енді 15 минут суығанын күтеміз судың. Бір қарбыздан 3 банкі шықты, 2 литрлік банкіден. 15 минут өтті. Енді суымызды осындай таза табақшаға төгіп құйып аламыз суды.
Енді құйып алған бұл суды қайтадан қайнататын боламыз. Суымыз қайнағанша банкілерге шекер саламыз. 2 литрлік банкаға 200 грамм шекер саламыз. Суымыз қайнады. Қайнап тұрған ыстық суды үстіне құямыз. Толтырып құямыз. Міне барлығына құйып шықтық. Енді жапқышпен айналдырып шығамыз. Банкалардың аузын жауып болдық. Бір түнге төңкеріп қойып қоямыз банканы. Осымен қарбызымыз дайын.